Әлем шамамен 13,8 миллиард жыл бұрын пайда болды. Кейіннен жұлдыздар, галактикалар және өзге аспан денелері де қалыптаса бастады. 4,6 миллиард жыл бұрын үлкен газ және де шаң бұлтынан жаңа жұлдыз, күн пайда болды. Қалған бөліктерден ғаламшарлар да түзілді. Жер де солардың ішіндегі бірі еді. Жер шамамен 4,54 жыл бұрын қалыптасқан. Ол оттар және де балқан күйде болған. Жерге үнемі материктер мен астероидтар соғылып тұрған. Жанартаулар өте белсенді болған. Уақыт өте келе жердің беті салқындап, қатты қабық, яғни жер қыртысы түзілді. Кейін атмосфера пайда болды. Бірақ ол қазіргі атмосферадан мүлде бөлек, себебі оттегі мүлде болмады. Тек метан, аммиак, сутек және су болу көп болатын. Уақыт өте су бол конденсацияланып, жаңбыр жауып, мұхиттар пайда болды. Осылайша тіршілікке қажетті су ортасы қалыптасты. Ғалымдардың пікірінше, алғаш тіршілік 3,5-4 миллиард жыл бұрын биорганикалық заттардан өздігінен химиялық реакциялар арқылы пайда болды. Бұл үдеріс абиогенез деп аталды. Бұл кезеңде тіршіліктің негізін құраған органикалық молекулалар, аминқышқылдар мен нуклеиттер өздігінен пайда болып, кейін консерванттар секілді құрылымдарға бірікті. 1953 жылы Стэнли Миллер мен Гант Юро жасаған әйгілі тәжірибе нәтижесінде найзағай мен бастапқы аминқышқылдары пайда болғаны дәлелденіп, абиогенез теориясына дәлел болды. Ең алғашқы тірі ағзалар прокариоттар. Олар анаэробты ортада өмір сүрген. Кейінірек фотосинтездеуге қабілетті организмдер цианобактериялар пайда болды. Олар күн сәулесін пайдаланып, көмірқышқыл газына органикалық заттарды синтездеді және атмосфераға оттегін бөліп шығарды. Бұл үлкен өзгеріске әкелді. Атмосферада оттек көбейе бастады. Яғни оттектік революция басталды. Бұл кезеңнен кейін оттекке бейімделген жаңа тіршілік формулалары пайда болды. Шамамен 1,5 миллиард жыл бұрын эукариоттар, яғни ядросы бар жасушалар пайда болды. Олардан біртіндеп көп жасушалы организмдер дамыды. Бұл тіршіліктің күрделенуіне жол ашқан маңызды кезең еді. Және де жерде алғашқы өсімдіктер пайда бола бастады. Олар өз кезегінде оттегін бөліп шығарады. Одан кейін 700-600 миллион жыл бұрын алғашқы омыртқасыздар пайда болды. 500 миллион жыл бұрын алғашқы балықтар мен теңіз жануарлары пайда болды. Кейіннен 400 миллион жыл бұрын тіршілік құрлыққа қарай шыға бастады. 300 миллион жыл бұрын алғашқы балық мен жорғалаушылар да дами бастады. 200 миллион жыл бұрын динозаврлар дәуірі өте басталды. Кейін 65 миллион жыл бұрын динозаврлар толықтай жойылып, сүтқоректілер мен құстар пайда бола бастады. Және де кейіннен 2,5 миллион жыл бұрын алғашқы адамдардың түрі, яғни хомо тұқымы пайда бола бастады. Қорытындылай келе, жер бетінде тіршілік өте ұзақ әрі күрделі үдерістің нәтижесі. Ол миллиондаған жылдар бойы созылған процесс арқылы дамиды. Бүгінгі күні адамзат сол бір ұзақ жолдың бір нәтижесі ретінде тіршілік етуде.